Номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжі, оқытушы Шәріпбек Феруза Саниқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін мына терминдерге мән береміз. Салалас, сабақтас, аралас. Осы терминдер қандай тақырыптарға қатысты? Бұл терминдер қазақ тіл білімінің синтаксис саласының құрмалас сөйлем тақырыбына сай келеді. Бүгінгі біздің тақырыбымыз құрмалас сөйлем түрлері, жасалу жолдары. Біздің қарастыратын мәселелеріміз: бірінші, құрмалас сөйлем, оның зерттелуі; екінші, құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары; үшінші, құрмалас сөйлемнің түрлері. Ең алдымен қатені түзету әдісі арқылы сабағымызға кіріспе жасап аламыз. Берілген екі кестедегі құрмалас сөйлем мен жай сөйлемге берілген анықтамалардың дұрыс-бұрысына көз жеткізейік. Жай сөйлем дегеніміз екі я одан да көп жай сөйлемнен құралып, күрделі бір ойды білдіретін сөйлем. Құрмалас сөйлем дегеніміз бір ғана тиянақты ойды білдіріп тұрады. Бұл екі кестедегі құрмалас сөйлем мен жай сөйлемге берілген анықтама бір-біріне орындары ауысып тұр. Ең алдымен жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің бір-бірінен айырмашылығын ажырату үшін мына мысалдарға мән береміз. Бірінші, 1996 жылы еліміздің астанасы Ақмола қаласына көшірілді. Екінші сөйлем, 1996 жылы еліміздің астанасы Ақмола қаласына көшірілді. 2007 жылы астананың тұсаукесер тойы болды. Алғашқы сөйлем бір ғана сөйлемнен тұрса, ал екінші сөйлем бұл екі жай сөйлемнен құралған. Демек, бір ғана сөйлемнен тұратын сөйлемді біз жай сөйлем деп айтсақ, екіне одан да көп жай сөйлемнен құралған сөйлемді біз құрмалас сөйлем деп атаймыз. Екінші айырмашылығы, бұл алғашқы сөйлемде ой тек қана Астана Ақмола қаласына ғана көшірілгендігі туралы болса, екінші сөйлемде бұл Ақмола қаласына көшірілгендігімен қатар Астананың тұсаукесер тойы болғандығы туралы күрделі ойды білдіріп тұр. Яғни жай сөйлем бір ғана тиянақты ойды білдіреді, құрмалас сөйлем күрделі ойды білдіреді. Бұл алғашқы жай сөйлемнен байқағанымыз тек қана аяқталған интонацияға ие болып тұр. Ал келесі сөйлемде бұл алғашқы сөйлемнің интонациясы тиянақсыз болып келіп, келесі сөйлемге ұласып, соңғы сөйлемі тиянақты болып келіп тұр. Яғни жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің айырмашылықтары осындай. Құрмалас сөйлемнің зерттелуіне тоқталатын болсақ, ең алғаш рет құрмалас сөйлем туралы қазақ ғалымдарының ішінен зерттеу жүргізген бұл Ахмет Байтұрсынов. Ол өзінің тіл құрал деген еңбегінде құрмалас сөйлемге тоқталған. Яғни сөйлемдерді ол екіге бөлген, сыртқы қисын жақындықтары барларын құрмалас сөйлем деп атаса, мағына желісі бойынша жақындасатындарды іргелес сөйлем деп атады. Құрмалас сөйлемнің өзін сыйыса құрмаласу, қиыса құрмаласу деп атаған, бөлген. Сыйыса құрмаласуға ол қазіргі кездегі бірыңғай мүшелі жай сөйлемдерді жатқызған. Қиыса құрмаласу дегеніміз, оны салалас, сабақтас деп бөліп, салаластың құрамындағы сөйлемдер тең дәрежеде байланысатындығын, ал сабақтастың құрамындағы сөйлемдер кем дәрежеде байланысатындығын айтады. Ахмет Байтұрсыновтан кейін құрмалас сөйлемнің синтаксисіне зерттеу жүргізген ол Құдайберген Жұбанов болатын. Ол Құдайберген Жұбанов құрмалас сөйлемді күрделі сөйлем деп атады, және оны салалас құрмалас және сабақтас құрмалас деп екі түрге ажыратқан. Келесі Сәрсен Аманжолов өзінің синтаксиске арналған еңбектерінде құрмалас сөйлемді төрт түрге бөледі: салалас құрмалас, сабақтас құрмалас, аралас құрмалас, тиянақсыз сабақтас деген төрт түрге бөледі. Енді құрмалас сөйлемнің жасалу жолдарына тоқталамыз. Яғни құрмалас сөйлемнің бірнеше жасалу жолдары бар. Ең бірінші бұл жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Яғни ол ыңғайлас жалғаулық, себеп жалғаулық,
талғаулы деген сияқты жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Сырбай қонақтарын сол далаға онша көңілді қалыппен басқарып апара жатқан жоқ. Себебі биылғы егін шығымы әлсіздеу. Яғни алғашқы жай сөйлем мен екінші жай сөйлем бір-бірімен себебі деген жалғаулық шылау арқылы байланысып тұр. Келесі жасалу жолы интонация арқылы байланысады. Сырбайдың қыш-кесектен соққан 3 бөлмелі үйі бар екен, соның біреуі қонақ жайына арналған екен. Бұл екі сөйлем бір-бірімен ешқандай жалғаулық шылаусыз байланысып тұр, және алғашқы сөйлемнің баяндауышы бар екен. Бұл тиянақты болып тең дәрежеге байланысқан. Келесі жасалу жолы алғашқы жай сөйлемнің баяндауышы тиянақсыз тұлғада келіп, келесі жай сөйлеммен ұласып, құрмаласа байланысады. Мысалы, Құрымбайдың оқуға кетуі шын болса, ол өз ісін ойламаған жерден істеген екен. Яғни, алғашқы жай сөйлемнің баяндауышы шын болса, бұл тиянақсыз тұлғада келіп тұр. Құрмалас сөйлемнің түрлері. Осы құрмалас сөйлемнің жасалу жолдарына байланысты біз құрмалас сөйлемді 3 түрге бөлеміз. Яғни жалғаулық шылаулар арқылы байланысу мен интонация арқылы байланысуын біз салалас құрмаластың жасалу жолына жатқызсақ, ал құрамындағы жай сөйлемнің алғашқысының баяндаушының тиянақсыз тұлғада кездесуін біз сабақтас құрмалас сөйлемге жатқызамыз. Салалас құрмалас сөйлем бұл құрамындағы жай сөйлемдер өзара тең дәрежеде байланысып, әрқайсысының баяндауыштары тиянақты тұлғада жұмсалатын құрмаластың түрі. Мысалы, елбасымыз жастар алдына таяу болашаққа қатысты айқын міндеттер қойды, өз ойларымен бөлісті. Сабақтас құрмалас сөйлем құрамындағы алғашқы жай сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз тұлғада келіп, екіншісіне бағына байланысқан құрмаластың түрі. Елбасымыз жастар алдына таяу болашаққа қатысты айқын міндеттер қойып, өз ойларымен бөлісті. Келесі түрі бұл аралас құрмалас сөйлем. Кем дегенде 3 жай сөйлемнен құралып, құрамындағы жай сөйлемдер бір-бірімен өзара салаласыпты, сабақтасыпты байланысқан құрмаластың түрі. Мысалы, елбасымыз жастар алдына таяу болашаққа қатысты айқын міндеттер қойды, өз ойларымен бөлісіп, жастарға сеніммен қарады. Бұл 3 жай сөйлемнен құралған сөйлемнің алғашқы жай сөйлемі тиянақты болып тұр. Келесі жай сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз тұлғадан келіп, сабақтаса байланысып тұр. Яғни, салаласа, сабақтаса байланыстар бір-бірімен араласып келіп кездесіп, аралас құрмалас сөйлемнің түріне жатады. Енді сабағымызды қорытындылау үшін мына жұмбақ сұрақтарға мән береміз. Әрбір жай сөйлемі тең тіркеседі, бірінен бірін бөліп айтса да, әрқайсысы жеке ойды көрсетеді. Бұл жұмбақтың жауабы баяндауыштары тең дәрежеде болып келіп, тиянақты болып келетін құрмаластың түрі бұл салалас құрмалас сөйлем екен. Келесі жұмбақ алдыңғысы соңғысына ереді, тиянақты жағы тірек болып келеді. Бұлай байланысқан сөйлемдерде қайсысы ашып береді? Яғни бұл жұмбақтың жауабы алдыңғы сөйлемнің баяндауышы тиянақсыз тұлғада келіп, екінші сөйлемге бағына байланысатын сабақтас құрмалас сөйлем екен. Синтаксистік бір атау күрделі ойды білдіреді, 3 салаға бөлінеді. Яғни, күрделі ойды білдіріп, 3 салаға жіктелетін бұл құрмалас сөйлем екен. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.